нақты сұрақ болды. Мына мемлекеттік мамандарды даярлауға миллиардтаған қаржы жұмсалады, бірақ олар кейін қажетсіз болып қалады. Сол жұмысқа 90%-на дейін орналаспайды. Солай ғой сұрақ қойылған. Соған нақты жауап беріңіз, сапа туралы ғана емес. Қосымша жауап. Ол аталмыш деректер 2019-21 жылдарға берілген тексеру. 60 мың жұмысқа ұйымдастырылған деректер жоқ деген ақпарат берілді. Деректер бар негізінде. Ол жерде әдістеме сәл өзгерді. Неге десеңіз, бұл мектеп ұстаздар тек қана мектептерге емес, қазіргі таңда көптеген ашылып жатқан халықаралық мектептер, шетелдік мектептер жаңа оқу орталықтарына сол жерлерге орналастырылды. Ол толық ақпараттарды біз беруге дайынбыз. Жоқ, сіз нақты жаңа депутаттың сұрағына жауап берсеңізші, тағы да мына депутат сөз сұрап отыр. Қанша жаңағы айтылған мамандықтар бойынша адам түлектер бітірді жаңағы грантпен мемлекеттік қаржыға, солар қанша пайызы, қанша проценті жұмысқа орналастырылды? Бұл жерде депутат 90% деп отыр. Ерлан Жақанұлы, мынандай ақпарат, міне 90% жұмыспен қамтамасыз. Бұл жоғарғы аудиторлық палатаның есебінде де солай бар. Дәл солай. Ерлан Жақанұлы, 90%-ға жұмыспен қамтамасыз етілмеді деген ақпарат берілді. Оның ішінде 35 мыңы жұмыссыз және 60 мыңға дерек берілмеген деген сондай ақпарат берілді. 60 мыңға біз толыққанды деректерді беруге дайынбыз, олар орналастырылды жұмыспен. Ал осы 2022-2023 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыс толыққанды еңбек министрлігі демографиялық берген үрдістермен сәйкестендірілді. Сондықтан бұл негізі министр мырза өте маңызды мәселе. Мемлекеттің ақшасы далаға шашылып жатыр деген сөз ол.